Hey достым, қалай? Менде бәрі жақсы. Франики YouTube каналына қош келдің. Сенімен көріскеніме қуаныштымын. Бүгін саған қалай стрим жасайтынын айтамын. Не айтатынын түсінікті ғой, а? Мұнда кеттік. Бізге стрим жасау үшін OBS программасы керек. Программаны қалай скачать ететінін айтпай-ақ қояйын. Программаны ашамыз. Қалай ашатынын айтпай қояйын. Енді настройкілейміз. Ол үшін настройкаға кіреміз. Қалай настройкаға кіретінін көрсеттім. Бірінші бетінде маңызды ештеңе жоқ. Шұқылай берсем болады, бірақ шұқылама. Келесі бетке көшеміз. Көшкен сайын бір тайламыз келеді. Бұл бетте қайда стрим жасайтынымызды көрсетемін. Мен YouTube таңдайым. Бізге ключ потока біліп алу керек. YouTube-тікін білу үшін творческая студияға кіреміз. Прямые трансляции. Показать басып, ключті көшіріп, ключ потокаға қоямыз. Келесі бетте режим вывода расширение таңдаймыз. Кодировщик таңдаймыз. Кодировщиктер сенде басқа болуы мүмкін. Ол компьютерге байланысты. Мен X264 таңдаймын. Бұл кодировщик качественно шығарады. Управление битрейтім CBR битрейт. Бұл жерде мен жақсылатында битрейт компен интернетіне байланысты. Битрейт концепцияның качествосына байланысты өзгертесің. Қанша битрейт қоюға болатынын Google-ден іздейсің. Неге Google? Мен Google-ден іздеген, Google-ден ізде. Басқа әңгіме болмасын. Керекті качествоны ашып, соған сәйкес битрейтті біліп аламыз. Мен үшін 720-30 кадр секунду, яғни 30 FPS. Мұнда 1500-ден 4000-ға дейін екен. Яғни 4000 деп жазам. Размер буфера битрейттен сәл-пәл үлкен болады. Келесі бетте звукты настройкілейміз. 44.1 кепцовка, микрофон моно, текстов аудиостройство. Бұл жерде компта болып жатқан звукты қандай құрылғымен тыңдайтынымызды таңдаймыз. Келесі видеода қайдағы видео. Яғни келесі бетте барлығы түсінікті деп ойлаймын. Бұл жерде разрешение таңдаймыз. 1280-де 720, бұл 720p, 1920-да 1080, бұл 1080p. Фильтр масштабирования бикупический. Керекті FPS 60 болса 60, 30 болса 30, қалғандарын қосылмасында болады. Оны өзің білесің. Применить етіп, окей басамыз. Енді әр сценаны әр стримге дайындап қойсам болады. Источникте экранда көрсетілетін нәрселерді пихать етесің. Экранда болып жатқан барлық нәрсені көрсеткің келсе, захват экрана, ойын көрсеткің келсе, захват игры, бір окноны көрсеткің келсе, захват окно. Уақытша көрсеткің келмейтінді осылай сөндіріп қоясың. Оверлей немесе сурет қойғың келсе, изображение. Ал донат сияқтыларды қойғың келсе, браузер source. Мысалға, мен Donation Alerts'тен донат келген туралы оповещениені қою үшін Donation Alerts'ке кіріп, оповещение кіріп, показать басып, OBS-ке арналған сілтемені көшіріп алып, браузер source'та URL-ге қоям. Осылайша бүгінгі видео соңына жетті. Видеоны осы жерге дейін көрсең комментарийге қазақша стрим деп жазып кет. Егер сұрақтан туындап жатса, тоже комментарийге жазып кет. Видео ұнаса лайк бас, және видео активностін көтеру үшін таныстарыңға, достарыңға тарат. Саған оқынай, маған кайф. Алдағы видеоны жіберіп olмау үшін каналға жазылып, қоңыраушаны бас. Сенімен бірге болған Франики. Келесі кездескенше қош сау бол.